Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Алматы телеарнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар. Студияда мен Қайрат Сәбетбекұлы және әріптесім Бұлбұл Қалмырқызы. Бүгінгі шығарылымнан көретіндеріміз. Елімізде атышулы қаржы пирамидаларының біріне алданып қалған салымшылар ақшаларын кері қайтарып алып жатыр. Бүгінге дейін қанша адам қаржысына қалай қол жеткізіп үлгерді? Бұл туралы толығырақпен Назбен Еркін сәлден кейін айтамын. Нұрсұлтан Назарбаев тағы бір атағынан айырылды. Елімізде алғаш рет елбасына берілген құрметті сенатор мәртебесі бүгіннен бастап өз күшін жойды. Алғашқы президентке қатысты тағы қандай өзгерістер болуы мүмкін? Бұл туралы мен Кәмшат Мұхамеджан сәлден соң айтамын. Елде интернет алаяқтықтың жаңа түрі пайда болды. Енді қаскөйлер Әділет министрлігінің атын жамылып әрекет етуде. Алаяқтардан қалай сақтану қажет? Бұл туралы мен аяулым Көлжігіт сәлден соң айтамын. Шетел көліктерін заңдастыру 23 қаңтардан басталады. Өзге елде тіркеліп, Қазақстанда жүрген көліктердің барлығы заңдастыруға жатпайды екен. Оның себебі неде? Өмір Серікбекұлының бейнематериалынан біліңіз. Қазақстанда шетел көліктерін заңдастыру 23 қаңтардан басталады. Сөйтіп, ол науқан жазға дейін жалғасады. Бүгін Ішкі істер министрлігі қандай автокөліктердің бұл жеңілдікке ілігетінін тағы бір рет еске салды. Полицейлер тіркеу ережесімен таныстырды. Толығырақ Өмір Серікбекұлы тарқатады. Шетел көліктерін тіркеу ережесі қоғам талқысына бүгін шығарылды. Заң бойынша халық құжатты көріп танысқаннан кейін 10 күн өткен соң ол күшіне енеді. Ішкі істер министрлігінің ақпарына сай, биылғы жылдың 1 шілдесіне дейін шетел машиналары заңдастырылады. Басты талап мынадай: шетел көлігі іздеуде болмауы керек. 2022 жылдың 1 қыркүйегіне дейін Қазақстанға кіргізілуі керек. Қай елде тіркеуде тұрса, сол елден тіркеуден шығуы тиіс. Кедендік тексеруден өтуі қажет. Айта кетерлігі, көліктің рөлі қай жақта орналасқаны маңызды емес, жылына да қарамайды. И освобождение физических лиц. Заңдастыру кезінде утилизациялық алым талап етілмейді. Көлік иелері тек 200 мың теңге мөлшеріндегі бір реттік төлем жасайды. 2023 жылдың 23 қаңтарында дүйсенбіден күшіне енеді және сол күннен бастап біз шетелдік автокөліктерді заңдастыруға кірісеміз. Толық салмағы 5 тоннаға дейін жететін шағын, орта сыйымдылықтағы автобустар және толық салмағы 3,5 тоннаға дейінгі шағын жүк көліктерін заңдастыруға болады. Шетелдік көлік иесі оны тіркеу үшін 4 құжат ұсынуы керек. Өтініш, жеке басын куәландыратын құжат, машинаның паспорты және оны сатып алу, сату сияқты көлікке меншік құқығын растайтын қағаз қажет. Қазақстанда заңдастыруға жататын 300 мыңнан астам шетел көлігі бар. Оның 20 мыңнан астамы оң рөлді машиналар. Ішкі істер министрінің орынбасары Игорь Лепеха 5 мың көлік Қазақстанға конструктор түрінде кіргізілген дейді, ал олар заңдастыруға жатпайды екен. Бұл көліктердің ешқандай да құжаты жоқ. Бұл көліктер басында шекара арқылы Қазақстан Республикасына заңсыз кіргізілген. Сондықтан да бұл көліктер тіркеуге жатпайды. Шенділердің сөзінше, бөлшек ретінде жеткізілген көліктерді бөлшектеп сатудан басқа амал жоқ. Немесе қайдан жеткізілді, сол жаққа қайтадан шығарып тастау керек екен. Ішкі істер министрлігі бұл заңдастыру соңғысы деп отыр. Науқан аяқтала салысымен елде заңды жүргізуші деген атпен рейд жүргізіледі. Яғни Қазақстан азаматы шетел көліктерін тізгіндеп отырса, бірден айыппұл салынып, көлігі айып тұрағына қаңтарылады. Өмір Серікбекұлы, Данияр Омар, Ринат Өтеев, Алматы телеарнасы, Астана. Елімізде бензин мен дизель бағасын реттеу мерзімі шектелмейтін болды. Энергетика министрі бағаны мемлекеттік реттеуге жататын мұнай өнімдерінің тізбесіне өзгерістер енгізді. Ал бұған дейін бензин мен дизель отынын жанар-жағармай құю бекеттерінде сату бағасы 180 күнге белгіленіп, қажет болған жағдайда ұзартылатын. Қазір АИ-80 бензині литріне 89 теңге, ал АИ-92 және АИ-93 бензині өңірге байланысты литріне 182 мен 187 теңге аралығында. Тәулігіне 100 литр көлеміндегі дизель отынын қазақстандық жүргізуші куәлігін көрсетіп, 230-260 теңгеге сатып ала алады. Жүк көліктері, арнайы мамандандырылған көліктер мен автобустар үшін бір тәуліктегі лимит өңірге байланысты 300 литр, ал бағасы 230-260 теңге болады. Алматы облысының бұрынғы бас полицейі Серік Күдебаевтың кезекті соты ауа райына байланысты кейінге шегерілді. Мұндай өтінішті сотталушының қорғаушысы беріпті.
Ақпаратты соттың баспасөз қызметі растап отыр. Келесі сот отырысы 17 қаңтарға белгіленген. Айта кетейін, Серік Күдебаев былтыр облыстық полиция департаментін басқарып тұрғанда қаңтар кезінде лауазымын асыра пайдаланды және жұмыс орнын тастап кетті деген айыппен істі болған еді. Онлайн сауда жасайтын азаматтарға құлақ қағыс. Интернет алаяқтықтың жаңа түрі пайда болды. Құйтұрқа әрекетін іске асырғысы келетіндер әлеуметтік желі арқылы өздерін әділет департаментінің өкіліміз деп таныстырып, жұртты алдап жүр. Тың әдіспен азаматтардың қалтасын бір емес, бірнеше рет қағады екен. Бұл ретте Алматы қалалық әділет басқармасының мамандары алаяқтардың арбауына түсіп қалмаудың жолын көрсетті. Олардан қалай сақтану керек? Аяулым Көлжігіт айтады. Бұған дейін алаяқтар банк пен полиция қызметкерлерінің атын жамылып әрекет етсе, қазір жаңа тәсіл ойлап тауыпты. Енді арам пиғылдылар өзін әділет департаментінің өкілімін деп таныстырады екен. Олар алдымен интернет арқылы азаматтарға сапасыз тауарды онлайн сатып, ақшасын алып алады. Онымен қоймай артынша қоңырау шалып, бұл жағдайға қатысты қылмыстық іс қозғалғанын айтып, зардап шеккендерге алданып қалған үшін мемлекеттен өтемақы беріледі деп сендірген. Социальной сети TikTok. TikTok желісінде тауарды арзан бағаға сатамыз деген жарнама шыққан. Хабарландыруда көрсетілген карта нөміріне онлайн ақша жіберіп, затты алдық. Алайда мүлдем өзге сапасы нашар тауар келді. Оны кері қайтара алмадық. Көп ұзамай өзін әділет департаментінің өкілімін деп таныстырған біреу хабарласты. Ол бұл іске қатысты сот болып жатқанын және заңсыз тауарға өтемақы берілетінін айтып, Медеу аудандық әділет басқармасына баруымызды сұрады. Бірақ онда мұндай қызметкердің жоқ екенін білдік. Өзге өңірлерден алданғандардың Алматыға келе алмайтынын пайдаланған алаяқтар өтемақыны өзіміз жібереміз. Ол үшін комиссия төлеулеріңіз керек деп тағы алдаған. Адамдардың сеніміне кіру үшін түсініксіз құжаттардың суретін жіберіпті. Алайда алаяқтар қолданатын бұл куәлік жалған дейді әділет департаментінің қызметкерлері. Өйткені онда тек министрлік көрсетілген және төраға деген сөз бар. Ал шынайы куәліктің екі жағында да қызметкердің аты жөні екі тілде жазылады және мәлімет сақталған QR-код бар. Алаяқтардың арандатуы мен сеніміне берілмеңіздер деп айтқымыз келеді. Осындай жағдайлар туындаған жағдайда Алматы қаласы әділет департаментінің жұмыс істеп тұрған қызметкерлері туралы ақпаратты WhatsApp нөмірлі арқылы, яғни Алматы қаласы әділет департаментінің жұртшылықпен байланыс қызметі арқылы біле аласыздар. Яғни ол 8777 252 23 нөмірі арқылы ақпарат алсаңыздар болады. Қалалық әділет департаменті қызметкерлерінің айтуынша, былтыр 40-тан аса азаматты осындай алаяқтар сан соқтырған. Ал биыл шамамен 10 күннің ішінде 30-ға жуық шағым түсіпті. Бұл жағдайдан кейін құзырлы мекеме басшылығы тәртіп сақшыларының көмегіне жүгінген. Қалалық полиция департаменті қазір алаяқтықтың бұл түріне қатысты қылмыстық іс қозғалып жатқанын мәлімдеді. Жалпы соңғы 3 жылда интернет алаяқтық елде дендеп барады. Құзырлы орган өкілдерінің мәлімдеуінше әлеуметтік желі арқылы қалтаны қағу дерегі әсіресе пандемия кезінде 2 есеге көбейген. Мұның алдын алу мақсатында билік кейбір заңнамалық актілерге өзгеріс енгізбек. Онда қылмыстық кодекстің 190 бабына интернет желісі деген термин қосылған. Бұл дегеніміз енді ғаламтор арқылы сан соқтыратындар да өзге алаяқтар секілді 800 сағатқа қоғамдық жұмысқа тартылады немесе 2 жылға бас бостандығынан айырылмақ. Дегенмен азаматтардың өзінің де барынша абай болған абзал. Сақтықта қорлық жоқ. Аяулым Көлжігіт, Мейрам Исабеков, жақсылық тілеп берген, Алматы телеарнасы. Осыдан бірнеше жыл бұрын атышулы B2B Jewelry қаржы пирамидасына алданып қалған салымшылардың ақшалары қайтарылып жатыр. Бүгінде 230 адамның 300 миллион теңгеден аса қаржысы өтелген. Бұл туралы Алматы қаласының экономикалық тергеу департаменті мәлімдеді. Қаржы пирамидасы елді қалай арбауына түсірген? Толығырақ тілші айтсын. B2B Jewelry компаниясы алғашында зергерлік бұйымдар сататын дүкендер желісі болып ашылған. Мыңдаған адамды құрғына түсірген әлгі қаржы пирамидасының бас кеңсесі мына адам көп жүретін Арбаттағы ғимараттардың бірінде орналасқан екен. Компания жұртты қомақты пайдаға кенелтеміз, олжалы бонустар береміз деп сертификаттар мен қағаздар таратқан. Алыңыз. Ақмарал Асқарова компанияның уәдеге толы жарнама қағаздарын алып, кейіннен сан соғып қалатынын ол кезде ойламапты. Оңай олжаға қызыққан тұрғын 1.350.000 теңге ақшасын салып жіберген. Каждый тіркелгенге жаңағы 5.000 теңгеге бонус береді. Соны жинап, ювелирный изделие алуға болады деп, сол бойынша негіз қызық барғамыз. Сөйтіп сол кезде ақша салдық. Сонымен февральдың аяғына қарсы жұмыстар вообще личный кабинет істемей қалды. Сонымен мартта бұл компания жабылды.
Алданғанын аңғарған соң өзгеде зардап шеккендермен бірге қалалық экономикалық тергеу департаментіне арыз жазыпты. Тергеу амалдары мен сот процестерінің нәтижесінде салынған қаржыны 3 жыл өткен соң өндіріп алып отыр. Жалпы азаматтар 10-15 миллион теңгеге дейін салым жасаған. Ақшамызды алдық, құрметті тұрғындар, негізі кішкене өзімізде жүгіруіміз керек. Өзіміздің жаңағыдегі шынайы еңбектеніп жүгірсеңіз, ақшаңыз қайтады. Іс шынымен қаралып жатыр, жазған өтініштеріңіздің барлығы өз орнымен, өз ретімен қаралып жатыр. Сол үшін қызметкерлеріне рахмет айтамын. Адамдардың ақшасын алып шетел асырмақ болған компания бүгінде ресми түрде қаржы пирамидасы деп танылған. Тергеу барысында жобаның 2 миллиардтан аса қаражаты мен мүлкіне шектеу қойылыпты. Бүгінде қалалық экономикалық тергеу департаменті салымшыларға қаражат қайтару жұмыстарын белсенді атқарып жатыр. Бастапқыда 197 азамат 123 миллион теңгеге жуық өзінің қаражатын қайтарған болатын. Бүгінгі таңда бұл 230 азамат, яғни 300 миллионнан ақшаны қайтарды. Яғни бұл жұмыс әлі жалғасын таппақ. Қызметкерлер көбінесе ең бастапқыда бұл қаржы пирамидалары мынау ғаламтор желісінен шыға бастаған сәттен бастап оларды шектеу қойып, жұмыстары белсенді жүргізуде. Жалпы дәл осы компанияның арбауына еліміз бойынша 10 мыңға жуық адам ілінсе, соның ішінде 2 мыңнан аса азамат арыз түсірген. Ал 2022 жылы Алматыда 8 қаржы пирамидасы анықталып, жолы кесілген. Наскен Еркін, Ернат Болатбек, Алматы телеарнасы. Нұрсұлтан Назарбаев құрметті сенатор мәртебесінен айырылды. Елімізде алғаш рет берілген жоғары палатаның мәртебелі атағы бүгіннен бастап өз күшін жойды. Мәулен Әшімбаевтың сөзінше, енді құрметті сенатор атағы ешкімге берілмеуі мүмкін. Ал ертең елбасы туралы заңның күшін жою мәселесі мәжілістің бірлескен отырысында талқыланбақ. Осыдан 4 жыл бұрын бұрынғы президент Нұрсұлтан Назарбаевқа құрметті сенатор мәртебесі берілген еді. Ол кезде жоғары палатаның маңызды талқылауларына мәртебелі атақ иесі қатысатын. Жуырда сенат регламентіне өзгерістер енгізіліп, құрметті сенатор атағы алынып тасталынды. Бұл ең алдымен халықтың талабы. Референдумда қазақстандықтар өзгеріске дауыс берді деді Мәулен Әшімбаев. Референдумды ескеріп, заңның күшін жойып жатқанын ескеріп, біз регламенттен осындай құрметті сенатор деген дәрежені осы институтта алып тастағанбыз. Сол себепті бұл жерде ешқандай сұрақ болуы мүмкін емес. Біз бұны жасаған себебіміз өйткені тиісті халқымыздың шешімі бар. Сондай-ақ Сенат Қытаймен әуе апаттары кезіндегі ынтымақтастық туралы келісімді ратификациялау заңын мақұлдады. Құжат негізінде қос тарап іздестіру құтқару операцияларын бірлесе ұйымдастырып іске асырмақ. Осылайша Қазақстан мен Қытай әуе апаты кезінде адамдарды құтқаруға бір-біріне көмек көрсетеді. Әр тарап өз ауданында азаматтық әуе кемелерін іздеу және құтқару қызметтерінің жауапкершілігін, қолжетімділігін және олардың тәулік бойы кезекшілігін қамтамасыз етеді. Төртіншіден, келісім тараптардың авиациялық оқиға туралы өзара хабарлау және екінші тараптан көмек сұрау туралы міндетін көздейді. Алдағы сайлаудан соң Сенаттың құрамы толық жаңаруы мүмкін. Саяси додадан кейін жоғары палатаға жаңа адамдар депутат болып келеді деді Мәулен Әшімбаев. Қазір 20 орынға әр өңірден 64 кандидат тіркелген. Демек, бір орынға 3 үміткер таласады. Олардың 30% әйел. Камжат Мұхамеджан, Данияр Омар, Ринат Өтеев, Алматы телеарнасы, Астана. Алматыда көп қабатты тұрғын үйлердің бірінде өрт шығып, 60 адам эвакуацияланды, 2 адам құтқарылды. Арасында қариялар мен балалар да бар. Алмалы ауданы Абай даңғылындағы 89-шы үйде пәтерлердің бірінің қызыл жалынға оранғаны туралы хабарлама бүгін сағат 14:31-де түскен. Оқиға орнына жедел жеткен құтқарушылар 2 сағаттың ішінде тілсіз жауды толық сөндірді. Қалалық төтенше жағдайлар департаментінің мәлімдеуінше өрт ғимараттың 1-ші және 2-ші қабатында орналасқан мейрамханадан шығып, 3-ші қабаттағы пәтер мен шатырды шарпыған. Өрт орнына бірінші өрт сөндіру бөлімдері 3 минуттың ішінде жеткен болатын. Ол кезде ашық түрде асхананың ас бөлмесі 2-ші этажда орналасқан және де 3-ші қабатта орналасқан пәтердің жануы орын алған болатын. Өрттің жалпы ауданы 310 шаршы метрді құрады. 2 сағатқа жетпей жасалған барлық іс-шаралардың арқасында өрт толықтай жойылды.
Қазір өрттің шығу себебі анықталып жатыр. Зардап шеккендер жоқ. Қызыл жалынға оранған пәтерден құтқарылған және ғимараттан эвакуацияланған тұрғындар қонақ үйлерге орналастырылмақ. Мен қатты қорқып кеттім. Әп-сәтте ақшасыз, құжатсыз, үйсіз қалдым. Біз сол мейманхананың үстіңгі қабатында тұрамыз. Қатты дүмпуді естіп, терезеге қарасам, қара түтін шығып жатыр екен. Өрт екенін түсініп, бірден сыртқа шығуға тырыстым. Алайда кіреберістің есігі ашылмады. Кейін құтқарушылар мені қолына көтеріп алып шықты. Әлемнен бірер ақпар. Ақшта химиялық зауытта ірі өрт болып, қазір оның салдары жойылуда. Оқиға Иллиной штатының Лассал округінде тіркелген. Қызыл жалын зауыт маңындағы жүк тасымалдау контейнерлерінің бірінен шығыпты. Қала билігі қауіпсіздікке байланысты көршілес аудан тұрғындарына үйден шықпауға кеңес береді. Айта кетейік, зауыт суда, топырақты, ауаны тазартатын химиялық заттар мен өнімдер шығарады. Өртті төтенше жағдайлар тобы сөндірді. Құрбандар мен зардап шеккендер жоқ. Зауыт тұрғындары мен жұмысшылары үшін арнайы қауіпсіз аймақ ұйымдастырылған. Қазір өрттің шығу себебін анықтап жатырмыз. Ал Тегеранда Иран режимінің жақтастары Франция елшілігінің алдына жиналды. Францияның Шарли Эбдо сатиралық журналында жарияланған Ислам Республикасының жетекшісі Аятолла Әли Хаменейдің карикатураларына халық наразылығын білдіруде. Ислам Республикасының билігі басылымның шығарылымына қарсылық танытып, жауапкершілікті Франция үкіметіне жүктеді. Иран сыртқы істер министрлігі өзінің исламдық, діни, ұлттық құндылықтарының бұзылуын қабылдамайтынын және Францияның сөз бостандығын сылтау етіп, оларды қорлауға құқығы жоқ деп мәлімдеді. Құрметті көрермен, жаңалықтардың екінші жартысынан көретіндеріңіз. Ойыннан от шықты. Алматы облысы Ұзынағаш ауылындағы жасөспірімдер арасындағы жанжал неден басталған? Зардап шеккендер бар ма? Полиция не дейді? Толығырақ мен, Әлібек Шынтемір, анықтап келдім. Нағыз аязды күндер әлі алда. Қазгидрометтің мәліметіне сүйенсек, жуырда Алматының өзінде ауа температурасы 25 градусқа дейін төмендеуі мүмкін. Көпшілік нені ескергені жөн? Сала мамандары не дейді? Бұл туралы мен Оразай Нұртайұлы сәлден кейін айтамын. Қазақстанның барлық бастауыш сынып оқушылары тегін тамақпен қамтамасыз етілмек. Мектептердегі асханаларда тағы не өзгеріс болуы мүмкін? Жалғастырамыз. Ойыннан от шықты. Алматы облысы Ұзынағаш ауылындағы жасөспірімдер арасындағы жанжалдың неден шыққаны белгілі болды. Екеуі ара келісе алмаған 16 жастағы студенттер ауыл ішіндегі саябақта кездесіп, есеп айырыспақ болған екен. Есте болса, Ұзынағаш медициналық колледжінің 2-ші курс студенті басқа оқу орнының студентін таяқтың астына алған видеосы әлеуметтік желіге тарап кеткен еді. Жасөспірімдермен әріптесім Әлібек Шынтемір тілдесіп келді. Мына жаға ұстатар бейне жазба кешелі бері әлеуметтік желіні жайлап кетті. Қара күртеше киген қыздың қызыл киімдегі жасөспірімді жағасынан алып, жұдырықтап жатқанын анық көруге болады. Видеоны түсіріп тұрған ер азаматтардың төбелеске қатысқандарды ажыратуға құлықсыз екені де байқалады. Қызуғандылыққа салындық деген студенттер бәрі ойыннан басталды деп отыр. Бір-біріміздің сөздерімізді көтере алмай ерегісіп қалдық. Сол жерде эмоцияға беріліп кеттік қаттыға. Төбелесіп болдық. Нұрайдың мұрны қанап кеткен кезде мен өзім қорқып қалдым. Желіде жұдырық жұмсат деген жасөспірім дәл осы Ұзынағаш медициналық мекемесінде 2-ші курста оқиды екен. Студентке оқу орнының әкімшілігі тәртіпті деген баға беріп отыр. Алайда желідегі жалпақ жұрт ол қызды асқан қатыгездікпен жұдырық жұмсаған үшін жазалау керек деп отыр. Аталған медициналық мекеменің басшысы бұл бейне жазбаның кеше ғана шығуы бізге жасалған қастандық деп отыр. Ал 2 жас арасындағы жанжалды қарапайым жағдай деп баға беріп отыр. Өздері ана қыздар шақыртты оны паркқа. Давай разберемся дегенде. Сондан біреу специально не суретке түсірген. Олар бірге бір ауылда тұрады. Бәрісі біледі. Конфликт деген конфликт олар түрлі жерде болады. Ол не только мысалы, даже үйде болады. Әрине, қазір бүгінгі күнге біз тек қана біліп жатырмыз ғой. Ол міндетті түрде шара қолданады басшыларға. Ол деген тәрбие жұмысының кішкене осалдыққа жібергені. Бір ай бұрын болған. Осы 3 декабрьде оны шешіп, кешірім сұрап бір-бірімізден сондай сөйлескен болатынбыз, бірақ осы айда қайдан тарағанын негізі білмейміз. Басында негізі ойын болған, бәрі ойнап жүрді. Сол жерде қадай алмайсың деген сөзден бастап,
сол жерде тіресіп тұрдық та, содан кейін көреміз дегеннен бастап ары қарай ойыннан почти от шықты ғой. Таяқ жегенде онша қатты емес. Потому что дос болғандықтан артық кеткен жоқ. Жақсы, қандай да бір физикалық жарақат алдыңыз ба? Жоқ, болған жоқ. Әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 127 бабы. Яғни ата-аналардың өзінің ата-аналық міндетін дұрыс атқармау деген бапқа материал жиналуда құжаттар. Екеуі бір-бірімен татуласып, екі жақта бір-біріне ешқандай күнә тақпайтын, бір-біріне ешқандай арыз шағымы жоқ екені анықталып отыр. Бүгін полиция басқармасында тараптар кездесіп, бұл жайтты тағы бір талқылады. Аядай ауылдағы қос колледждің тәлімгерлері тәртібін түземесе жаза екесе қатаңдауы мүмкін екен. Ал әзірге істі әкімшілік сот бақылауда ұстайды дейді сала мамандары. Әлібек Шынтемір, Сағынғали Мұңайтпасов, Алматы телеарнасы. Ұлытау облысында боранда адасып кеткен қос малшының бірі өлі күйінде табылды. Ал екінші азаматтың қайда кеткені әлі де белгісіз. Төтенше жағдайлар министрлігі іздеу жұмыстары жалғасып жатқан хабарлар. Ведомство мәліметінше 12 күн ішінде аязда далада қалған 1000-нан аса адам құтқарылған. Олардың дені республикалық немесе облыстық маңызы бар тас жолдарда қалып қойған. Әріптесім Оразай Нұртайұлы жалғастырады. Документы забирайте. Ценные вещи, документы. Биылғы қаңтардағы аяз маңызды деген жолдардың жабылуына, қозғалыстың шектелуіне себеп болды. Төтенше жағдайлар министрлігінің дерегіне сүйенсек, өткен тәуліктің өзінде 73 адам далада қалып, кейін эвакуацияланған. Жыл басынан бері республика бойынша 1550 азамат құтқарылған. Ел аумағында ауа райының нашарлауына байланысты республикалық маңызы бар бір автожолы жабылды. Және дизельдік және қоғамдық автокөліктері үшін облыстық маңызы бар автожолдардың 3 учаскесінде қозғалыс шектелді. Қазгидромет мәліметінше, алдағы күндері Қазақстанның оңтүстігі мен шығыс бөлігінде аязды күндер әлі де жалғасуы мүмкін. Алматының өзінде ауа температурасы 25 градусқа төмендейді. Холодный арктический антициклон Суық арктикалық антициклон өз траекториясын республиканың шығыс оңтүстік өңірлеріне бағыттайды. Сол себептен жауын шашынсыз аязды ауа райы күтіледі. Оңтүстікте ауа температурасы 22-31, елдің оңтүстік шығысында 23-36 градусқа дейін төмендейді. Сықырлаған аяз салдарынан үсік шалу диагнозымен ауруханаға түсіп жатқан адамдар да бар. Мысалы, өткен тәулікте Астанада 8 адам дәрігерге жүгініп, екеуі ем-дом қабылдауға жатқызылған. Алматы мен Жетісу облыстарында әзірге мұндай дерек тіркелмепті. Алайда дәрігерлер ауа райының қолайсыздығына байланысты сақ болуға шақырады. Бұл кезде көп тұрғындар ойлайды, жаңағыдай тауда қалып кеткен жағдайда алкогольдік ішімдіктерді ішеміз деп. Ол кезде алкогольдік ішімдік ішкен кезде өзі тарылып тұрған қан тамырлар одан бетер тарылып, жаңа үсіктің екінші дәрежесіне 3 пен 4 ауысып кетуі мүмкін. Бұл кезде өкінішке орай жаңағыдай некроз жағдайында ампутация жасау мүмкін. Ол кезде аяқ болсын, қол болсын, оның дәрежесіне байланысты. Қыстық етік, қалың күртеше, қос қолғап пен малақай кию бұл осы бір аязды күндерде суықтан сақтанудың ең қарапайым, алайда міндетті тәсілі дейді дәрігерлер. Бірақ та мұның өзі ауа температурасы -30, -40 градусқа дейін төмендесе көмектеспеуі мүмкін. Сондықтан Төтенше жағдайлар министрлігі алдағы күндері далада ұзақ серуен құрмауға кеңес береді. Оразай Нұртайұлы, Әрсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы. Бүгін мемлекет және қоғам қайраткері, дипломат әрі академик Дінмұхамед Қонаевтың туған күні. Биыл Қазақстанның сарабдал саясаткерінің туғанына 111 жыл толып отыр. Атаулы күнде жиналғандар көрнекті қоғам қайраткерін еске алып, рухына Құран бағыштады. Ерен тұлға жайла толығырақ Жадыра Омаржан жалғастырады. Мемлекет және қоғам қайраткері, 3 мәрте социалистік еңбек ері Дінмұхамед Қонаевты әсіресе Алматы жұрты ерекше ықыласпен еске алады. Өйткені ол алып шаһардың көркеуіне өлшеусіз үлес қосқан. Республика сарайы, 50 жылдық тарихы бар Медеу мұз айдыны кешені осы кемеңгер тұлғаның тұсында бой көтерді. Ол өңірлердегі өнеркәсіпті дамытып, шаруашылықты жандандырды. Елдегі экономика, әлеуметтік сала мен ғылым және мәдениетті түлетті. Ол кешегі алаш арыстарының ізін жалғаған бірегей тұлға деп еске алды көзін көрген әріптестері. До 86-го
1986 жылға дейін қаншама уақыт Дінмұхамед Ахметұлымен бірге жұмыс істедік. Ол кісіні ешкіммен салыстыруға келмейді. Оның есімі қасиетті дер едім. Ондай биік тұлғаны ерекше құрметтеп бағалау керек. Еліміздегі бір қалаға Қонаев есімі берілгеніне шын қуаныштымын. Ол кісі тамаша басшы еді. Өзі басшы бола тұра барлығымызды ешқашан бөліп жарған емес. Сондай қарапайым, өте мейірімді азамат болатын. Дінмұхамед Қонаев 1912 жылдың 12 қаңтарында Алматыда дүниеге келген. Атаулы күнде жерлестері оның ардақты есімін елеусіз қалдырмады. Олар Дінмұхамед Ахметұлын Хәкім Абай айтқандай ақыл қайрат жүректі бірдей ұстаған жан деп еске алды. Туған күнінде жиналғандар мүсініне гүл шоқтарын қойып, еліміздің күзет қызметінің сарбаздары көгершіндерді көкке ұшырды. Көпшілік Дінмұхамед Ахметұлының ел игілігі жолында атқарған ауқымды жұмыстарын ұмыту мүмкін емес деді. Его труду, его памяти был посвящен целый год. Димаш Ахметұлының ардақты есімі елесінен ешқашан өшпек емес. Өйткені былтыр жыл бойы Талдықорған, Шымкент, Түркістан, Текелі, Тараз, Бақанаста түрлі іс-шара өткіздік. Мұндағы мақсат оның ерен еңбегі мен ел экономикасын дамытуға қосқан үлесін ұрпақтан ұрпаққа дәріптеу. Мәселен, Тараз қаласында және Бақанас елді мекенде Дінмұхамед Ахметұлының ескерткіші орнатылды. Мұның өзі халықтың ыстық ықыласының көрінісі деуге болады. Алматыда заңғар тұлғаға арналған мұражай үйі бар. Өткен күндерді сөйлетіп тұрған мәдениет ошағында 8.000-нан астам жәдігер сақталған. Мемлекет қайраткерін еске алуға келгендер дәл осы музейге де ат басын бұрып экскурсия жасады. Мұражай үй 2002 жыл ашылған. Экспонаттар соңғы рет 2007 жыл жаңартылыпты. Былтыр қалалық әкімдіктің қолдауымен күрделі жөндеу жүргізілген. Көрмені мүмкіндігі шектеулі жандардың да тамашалай алу үшін жеделсаты орнатылыпты. Жадырау Маржан, Рашидин Якупов, Алматы телеарнасы. Елімізде барлық бастауыш сыныптарда тегін ыстық тамақпен қамтамасыз ету жоспарланып отыр. Бұл туралы жаңадан сайланған оқу ағарту министрі мәлімдеді. Ғани Бейсенбаевтың сөзінше, алдағы уақытта балаларда тамақпен қамту нормалары қайта қаралады. Сондай-ақ асханаларда қолма-қол ақшасыз төлем жүйесін енгізу қолға алынбақ. Министрлер коллегиясының отырысында осылай деген министр, кішігірім қалалар мен ауылды аймақтардағы білім мекемелерін модернизациялау жұмыстарын жалғастыруға уәде берді. Еске сала кетсек, былтыр қайта жөндеуден өткен 421 мектептің асханасы мен кітапханалары жаңартылған еді. Особое значение. Сапалы тамақпен қамтамасыз ету балалардың дамуына да әсер ететіні белгілі. Сондықтан мектептерде тамақ беру нормалары қайта қарастырылмақ. Алдағы уақытта еліміздің барлық өңіріндегі 1-ші және 4-ші сынып аралығындағы оқушылар бір реттік ыстық тамақпен толық қамтылады. Құрметті көрермен, бүгінгі айтар ақпар осындай. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Аман сау болыңыздар, қайраттарыңызға жымасын.